Ерте кезде бір хан шеру тартып келе жатып, сусыз шөлейт далаға кезігіпті. Жүре жанындағы адамдары да, көліктері де әбден шөлдейді. Осылай тарығып келе жатқанда, алыстан бір кішкене бұйрат көрінеді. Хан жігіттеріне: адырлы жер ауыз сусыз болмайды, тез барып қараңдар, дейді. Жігіттер адырдың үстіне шығып, қойнауында жайылып жүрген бір қора қойды көреді. Жай тұрмай қой шетіне жақындап келген олар, қой бағып жүрген қойшыны менсінбегендіктен оған сәлем де бермейді. Сәл-пәл тұрғаннан кейін: су қайда? деп зіркілдеп ала жөнеледі. Су дегенің көл ме? дейді қойшы. Өзің қалай қисық сөйлейсің? Бізге, ханға ішетін ауыз су керек, дейді өкіреңдеген шабармандар. Хан ішеді екен деп қасқайып ағып жатқан бұлақ көргенім жоқ, дейді қойшы. Шабармандар онан әрі ызаланып, күш көрсетпек болады. Мен де сендерде адамын. Қара жерден бұлақ ағызар су иесі Сүлеймен емеспін, деп қойшы шабармандардың аузын аштырмайды. Дымы құрыған жігіттер: хан алдына жүр, сенімен сонда сөйлесеміз, дейді. Мен сендерде ерігіп жүргенім жоқ, алдымдағы малымды тастап ешқайда бармаймын, деп қойшы сазарып отырып алады. Шабармандар қанға қайтып келеді. Қойшы бір кесірлі адам екен, жақсы сөз ести алмадық, сосын өз әміріңізді тыңдауға келдік, дейді. Хан шабармандарын тыңдап болған соң: оны ұрмай соқпай осында алып келіңдер, деп 3 жігітті жібереді. Хан әмірі екі болмайды. Жігіттер қойшыны еріксіз алып келеді. Шақыртқанда неге келмейсің? Судың жөнін неге айтпайсың? Алыңдар мынаның басын, деп жендеттеріне әмір береді. Жендеттер қылышын көтере бергенде, қойшы басын төмен иіп: тақсыр хан, дат, дейді. Датың болса айт, деп хан өрекпіген жендеттерін тоқтатып, қойшыға сөйле дегендей ишарат етеді. Мен сізге бір сұңқар мен шөже торғайдың хикаясын айтайын, деп қойшы сөз бастайды. Ерте кезде бір сұңқар ашығып, жем таба алмай, өзен бойын өрлеп келе жатса, алдынан бір шөже торғай ұша жөнеліпті. Сұңқардың көзіне қан толып, торғайды бүріп алып, енді жеуге айналғанда, торғай: сұңқар мырза, бір ауыз арыз тыңдаңыз, соны айтып болған соң жей беріңіз, депті. Мен шөже торғаймын, қорбиған жүнім болмаса, сіздің бөтегіңізге жұғын болар етім жоқ. Жарымайтын нәрсеге асыл тұмсығыңызды босқа бұлғайсыз. Қарны ашқан сұңқар қармаққа шаншар еті жоқ шөже торғайға түсіп, тұмсығын бұлғапты деген жаманатқа қаласыз ғой. Өзімнің жанымды қорғап отырған жоқпын, сіздің атыңызға нұқсан келеді ғой, деймін. Шөже торғай осыны айтып, жей беріңіз дегенде көзін жұмып, қанатын жайып жата кетіпті. Сұңқар ойланып, шөже торғайды қоя беріпті. Мен алдымдағы аз ғана қойды бағып жүрген қойшымын. Не атым жоқ, не атағым жоқ. Менің басымды алғаныңызды ешкім елей қоймас. Сондай бір үлкен жауды жеңіпті деп, сіздің батырлығыңызды кім дәріптейді? Қайта қолында қаруы жоқ, қасында қорғаушысы жоқ, бейшара қойшыны өлтіріпті деп күлмей ме? Жауына әлі келмеген соң, кегін қол астындағы қойшыдан алыпты деп тірідей өлтірмей ме? Әміріңізге құлдық. Алам десеңіз міне басым, деп қойшы ханның алдына келіп, тізерлеп отыра кетіпті. Сонда хан: япырай, сөз тапқанға қолқа жоқ дейтін еді. Басың азат, бірақ бізге судың жөнін айт, депті. Қойшы болса: ай тақсыр хан-ай, су таба алмайтын топты бастап жорыққа шығыпсыз. Қос өзеннің арнасы алдыңызда көрініп тұр. Соны таппай қолыңызды қаңсытып, шөлдетіп келесіз. Келешекте қалай жол тауып қол бастайсыз, деген екен. Осыны айтып, қойшы өгізін бір тебініп қойына кетіпті. Еңсесі түскен хан қойшыдан жеңіліп, орнында отырып қалыпты.